Егер сіз үлкен арманыңыздан айырылғыңыз келсе, ол туралы жақын адамыңызға айтыңыз. Мен 10 жасымда бәріне теледидарда болатынымды айттым. Бірақ менде бір ғана кішкентай мәселе болатын. Мен қатты тұтығып сөйлейтінмін. Сіз өскенде кім боласыз деген тақырыптағы мектеп шығармасына мен небәрі 10 жасымда теледидарда боламын деп жаздым. Мұғалім мені қорлау үшін тақтаға шығарып, ол маған бұлай деді: неліктен шығармаңа олай деп жаздың? Сенің ортаңда кім теледидарға шықты? Сенің отбасыңда кімді теледидарға түсірді? Өзің тұратын аймағыңда кімді теледидардан көрдің? Өзіңе қарашы, сен тіпті дұрыстап сөйлей алмайсың. Сен сияқты адам қалай теледидарға шығады? Сондықтан мен оған әр Рождество мейрамына жалпақ экранды теледидар сыйлаймын.